Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен осындай өте дәмді, ерекше жаңа жылдық дастарханыңыздың сәнін келтіретін, немесе басқа да туылған күн мейрамдарда дастарханыңызға көрік беретін осындай ерекше салаттың рецептісімен бөліскім келеді. Әр мейрам мерекелерде қайталанып жасала беретін салаттан гөрі мен сіздерге осындай ерекше дәмді, жасалу жолы оңай және қарапайым заттардан тұратын осы салатты жасап көруге кеңес беремін. Ал ендеше салатымызды бастайық. Ең алдымен осындай суда піскен картопымызды үккіштің ірі бөлігінен өткізіп аламыз. Міне картопымызды өткізіп алдық. Енді келесі ірімшігімізді де солай үккіштің ірі бөлігінен өткізіп аламыз. Оны картоптың үстінен саламыз. Келесі осындай 300 грамм тауықтың төс етін суда пісіріп алып, оны да көбіктап, кішірек қылып тураймыз. Міне, тауықтың төс етін турап болдық. Оны да ыдысымызға саламыз. Және келесі бізге тұздалған қиярдан бір дана қажет болады. Оны да көбіктап, кішірек қылып турап аламыз. Міне тұздалған қиярымызды да турап алдық. Оны да ыдысымызға саламыз. Келесі бізде 4 дана жұмыртқа, ол да суда піскен. Оны да осылай үккіштің ірі бөлігінен өткізіп аламыз. Оны да ыдысымызға саламыз. Және осының үстіне 5 ас қасық майонез саламыз. Егер сізге майонезінің көп болғаны ұнаса, тағы да қосып салсаңыз болады. Және осыған 1 шай қасық тұз саламыз. Енді жақсылап араластырып аламыз. Майонез барлық жеріне толыққанды тию керек. Менде кішкене майонезі аз сияқты, сол үшін мен тағы да 2 қасықтай майонез салып жібердім. Міне біздің салмамыз дайын болды. Осылай жақсылап араластырып қойып қоямыз. Енді келесі суда піскен 250 граммдай сәбізімізді үккіштің осындай майда бөлігінен өткізіп аламыз. Міне сәбізімізді өткізіп алдық. Оны арнайы бөлек ыдысқа салып аламыз. Келесі осындай аскөк, яғни укроп қажет болады. Мен осылай ірі сабақтарынан кесіп алып, оны да майдалап тураймыз. Міне укропты да турап алдық. Оны да бөлек ыдысқа салып аламыз. Енді келесі бізде суда піскен қызылшамызды да тура сәбіз сияқты осындай майда бөлігінен өткізіп аламыз. Қызылшаны да үккіштен өткізіп болған соң бөлек ыдысқа салып аламыз. Енді салмамызды алып, диаметрі 4-5 сантиметр болатындай домалақ шариктер жасаймыз. Бұндай шариктерден бізге 19 дана қажет болады. Барлығын бір келке етіп, осындай 19 шарик жасап шығамыз. Міне 19 шарик жасап шықтық. Енді осының 6 бөлігін сәбізге аунататын боламыз.
міне осылай толық барлығы сап-сары болғанша біркелкі домалатып шығамыз. Келесі 6 бөлігін укропқа аунатамыз. Укропқа аунатқанда толық жасыл болып кетпейді, кішкене ақшыл болып көрініп тұрады. Келесі 7 бөлігін қызылшаға аунатамыз. Егер аунатқанда толық тимей жатса, онда қолымыздың көмегімен осылай біріктіріп тегістеп жібереміз. Барлық біркелкі қып-қызыл болуы қажет. Міне осындай болып шығады. Барлығын осы ретпен аунатып шығамыз. Енді осы шариктерімізді тарелкаға әдемілеп орналастырамыз. Мен ортаға қызыл, одан кейін сары және қызыл мен жасылды араластырып осылай салып шықтым. Ол өз қалауларыңызша. Міне біздің салатымыз дайын. Видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.